Мақсат Сәрсенбаев Шымкент қаласының тұрғыны, жасы 28-де. Облыстағы жас кәсіпкерлердің бірі. Шеберхана ашып, іс бастағанына 2 жылға жуықтады. Үйден шығып, жұмыс жағыма бара жатырық. 1,5 жылдан бері айдаймын көлікті. Осы қолмен айдайтын қылып істеп берген әкем. Ручной управлениемен. Басында қиын болды. Қазір Аллаға шүкір, қалаға да барып, осы көлікпен жұмыстарын бәрін бітіріп жүре беремін. Мақсат осыдан 6 жыл бұрын таяз суға баспен сүңгіп, салдардан мойын омыртқасы деңгейінің жолына қысылып, қол аяғы қимылсыз қалды. Қол аяғым бірден отказ берді судың астында. Енді білмеймін, Алланың жіберген адамы шығар, бір кісі шығарып алып, сол судан 7-ші және 6-шы омыртқа сынған, жұлын қысылған. Сандық жасайтын шеберхананы ашуға әкесі ықпал жасады. Өйткені ағаш ұсталығы бұл отбасының атадан балаға жалғасып келе жатқан кәсібі. Шағын шеберханада күніне 2-3 сандық жасап шығарылады. Материалы мықты, беті бедерленген жиһаздың заманауи үлгісіне Мақсат тікелей ықпал етті. Тірліктің тыңғылықты тындырылуын әкесіне мақтап тапсырды. Ертең артымызда біреу сөйлеп жүрмесін, жарым-жан біреу істеп той деп айтпасын дейді. Содан кейін, конечно, әдемі қылып, бәрін жаңағы неге сапалы қылып істеуге тырысамыз. 2 миллион тұратын станок бар, осыны боямай. Ол да станок жасайды, оны да сол станокты алсам ба деген арманым бар. Шеберхана жұмысының жандануына мемлекетте жағдай жасады. Мақсат бизнес жоспарын құрып, жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы арқылы құжаттар дайындады. 6%бен 3 миллион теңге несие алып, Қытайдан компьютермен басқаратын құралға әкелді. Мақсат жасаған оюларды техника айна қатесі сандық бетіне бедерлейді. Адам қолмен 2 күнде істейтін жұмысты 20 минуттың ішінде бітіріп жатыр. Қазір қазақша ою салып жатыр. Оюға байланысты әртүрлі уақытта бітіреді. Ою майда болса 1 сағатқа дейін істейтін сандықтар бар. Жігіттің шеберханасында әзірге 4 мүмкіндігі шектеулі азамат жұмыс жасайды. Болашақта атқаратын істің ауқымына байланысты тағы да мүгедектерді еңбекке тартуды көздеп отыр. Ол кезде бүгінгідей күніне 2-3 сандық емес, 10-ын жасап шығаруға болады. Ал, Мақсат, қалай, көңілден шықты ма? Дайын ба? Дайын, тамаша, өте тамаша шықты. Бәрі жылтырап тұр. Шеберханадан шыққан бұйымдар базарға барады. Сауда қатарына шығарылғанына аз уақыт болса да, сұраныс жаман емес дейді Мақсаттың анасы. Бозбаланың көздегенінде осы болатын. Мақсат балам осы кәсіпті ашқаннан, осы жасап жатқан сандықтарын, жабдықтарын, қыздың артынан берілетін жабдықтар ғой бұл. Сол базарға, сауда қатарына шығарсақ деген ойы болған. Жоспары, сол жоспарын орындап, сол халыққа қолжетімді бағамен берсек, қанша дегенмен өзі жасап атқан адамнан алғаннан кейін ол шамалы арзандау болады. Мақсат болашақта бұйымдарын сататын сауда қатарын көбейтуді көздеп отыр. Жаңа қондырғылар алып, шеберхананың жұмысын жандандырмақ. Осымен тоқтап қалмайым. Алла қаласа, осы қазіргі істеп жатқан жұмысымен тоқтап қалмайым. Қолымнан келгенін бәрін жасаймын. Қолымнан не келеді, ойымда не бар, бәрін жасағым келеді. Өзім сияқты мүмкіндігі шектеулі азаматтар, қарындастарымыз, әпкелеріміз бар. Оларға да айтарым, тастамау керек өз-өзіңді ешқашан. Көп ойланбау керек, тек алға ұмтылу керек.